Жымық детектив хикая. Бірінші бөлім. Капитан Мұқан Расултегінің кезекте еңбек демалысынан келген күні болатын. Қалалық ішкі істер басқармасы ғана емес, облыстық ішкі істер департаменті бойынша да 9 айдың қорытындысы мен тергеушілер арасында үздік атанып, демалысқа мүмкіндік алғанды. Алматының күзгі табиғатын 20 күннен аса тамашалау ерекше жігерлендіріп, бойына қуат құйғандай болды. Сол қалыптағы көңіл күйді бастықтың шақыртуы бұзды. Тағы да сапырылысқан тірлік, мазасыз күндер, ұйқысыз түндер басталдау деп ойлады іштей. Оперативтік жиналыс бұрынғы тәртіптен өзгеше жүрді. Бұрын алдымен ауыр қылмыстарға қатысты шаруалардан басталып, соңы майда бұзақылыққа қатысты істер туралы болатын. Бұл жолы бастық әуелі көше төбелесі, балағаттау, ұрлық және тағы сол сияқты істерге қатысты шаруаны қорытып, бағыт берді де әңгіме бағытын кісі өліміне бұрды. Мұны Мұқан Алматыда жүргенде естіген. Телефонмен хабарласқанда әріптестері болған жағдайды айтып, өз-өзіне қол жұмсау деген еді. Мұның санасында бастық неге бұған мән беріп отыр, самоубийство болса, істі қысқарта салмай ма деген ой бой көтере бергені сол еді. Бастықтың даусы қалыпқа әкелді. Мына Абай ауылының қалаға кіргені бізге бөлек салмақ болды жігіттер. Естіген боларсыңдар, әлеуметтік желі шулап жатыр. Министрден бастап, барлық басшылықтың көз құлағы біз жақта. Облыс әкімінің де, облыс прокурор мен ДВД бастығының да бақылауында тұр бұл іс. Тұяқып өз-өзін атып алды деп қорытынды жасадық. Қос ауыз мылтықтағы саусақ таңбалары соныкі боп шықты. Барлығы нақтыланған сияқты еді. Тұяқыптың әке-шешесі мәселені қайта қозғап отыр. Олар біреулерден баласын Әбдіханов Ғабит атып өлтірді деп естіпті. Міне, бұл әңгіме қайдан шықты, неге басқа емес Әбдіханов есімі аталады. Мұны біреулер әдейі істеп отыр ма? Осының барлығын анықтауымыз керек. Іс қайта қозғалды. Мұны Расултегі саған тапсырған дұрыс болар. Полковник мырза, мен бүгін ғана... білемін, бүгін қосылдың жұмысқа. Қалған тергеушілердің бітпей жатқан талай ісі бар. Сен отпускаға кетерде бәрін бітіріп тазалап кеттің. Оның үстіне тәжірибең, хваткаң жетеді. Бұл ДВД басшыларымен келісіп шешілген. Әуелі сондағы важняктарға береміз бе деген біз. ДВД бастығының зам последствиесі сені қолай көрді. Осымен бітті, іспен танысуға бір күн уақыт құп болады. Кабинетіне келе, Мұқан іспен таныса бастады. Барлығы да дұрыс. Жігіттер тәптіштеп ақ түсірген екен қағазға. Мұқияттылық көрініп тұр. Кенет тергеушінің санасында бір күдікті ой қылаң берді. Мұнысы несі? Кісі оқ тиіп өліп жатса, ол жерге біраз қан таму керек емес пе? Тек шөпке жұққан қан жұқанасы туралы жазылған басқа әңгіме жоқ. Тоқта, апырай, өзі мылтықты кеудесіне тақап атып жібергенде қалай ол шалқасынан жатыр? Осындағы мәйттің жатысы дұрыс емес сияқты ғой. Егер өзі жинаулы тұрған шөпке арқасын тіреп отырса, тоқта, мына жер 16 калибрлы қос ұңғылы мылтық. Шүріппеде марқұмның сұқ саусағының таңбасы. Неге сұқ саусақ? Өз кеудесіне мылтық тақаған жағдайда оның сұқ саусағы шүріппеге қалай жеткен? Керісінше бас бармақтың ізі қалу керек еді ғой. Мынаның құқайы шыға бастады ғой. Әңгіме шу тегіннен тегін шықпаған болды сонда. Әлде біздің ішімізде басшылардың арасында істің осылай бұрылуына мүдделер болды ма екен? Мүмкін, бәрі де мүмкін. Байқау керек. Қазір жау тауып алу дегенің шемішкі шаққамен бірдей боп қалды ғой. Бастықпен ақылдасып көрген дұрыс болар. Не болса да алдын ала дабыра қылмаған дұрыс шығар. Жұмыс соңына қарай бастықпен оңаша пікірлескен Мұқан
өз бағытының дұрыс екеніне іштей риза болды. Бұл ойындағы күдігін айта бастағаннан ұзақ жылдар тергеу саласында қызмет атқарған басқарма бастығының қабағы түйіле түсті. Шылым шоғына қарап біраз отырды. Шамасы ой қорытса керек, содан кейін барып шешімін айтты. Расул тегі, бағытың дұрыс. Менің зам последствием сол кезде оқиға болған кезде айтамын, тым зырылдап кеткен. Байқа, маған айтқаныңды басқа ешкім естімесін. Әркім сұрауы мүмкін, қашыртпа жауап берерсің. Тек маған баяндап отыр. Іс жағдайы соны қажет етеді. Бастықтармен, прокуратурамен өзім сөйлесемін. Ол жақта да әділдік үшін күресер жігіттер аз емес. Бірақ подлецтерде жеткілікті. Уақыт солай боп тұр ғой. Ал енді абай аулымен қалай жұмыс жасамақсың? Астыртын байланысқан дұрыс сияқты, полковник мырза. Өткен жылғы қылмысты ашқанымыздағыдай артист болуға тура келетін сияқты. Түрлі киімдер, грим, сақал мұрт барлығы бар ғой. Қасыма кімді аларымды білмей отырмын. Ешкімді де, тек өзің жеке әрекет етесің. Абайлау керек. Анадай қылмысқа барған адамдардың ешкімді аямасы анық. Жұмыста қайдан бастайсың? Балық саудасымен айналысатын таныс жігіттермен келісіп қойдым. Олар ылғи жаңа базар маңында нөмір 6 емхананың қарсысына таблетка уазбен барып балық сатады. Оларға отпускадамын, ақша керек боп тұр, сендерге көмек берейін дедім. Сол жерге балық тиелген машинаны әкеледі де өз шаруаларына кетеді. Мен сата беремін. Ол неге керек? Полковник мырза, ол жерде тек балық сатпайды. Абай, Қарауылтөбе ауылдарынан келген әйелдер сүт, қатық, қымыз, құрт ірімшік сатып отырады. Соларды тыңдасам дегенім ғой. Дұрыс, әртіс боласың енді. Түріңді өзгерт. Ана жігіттерге жұрт танып қалса күледі ғой. Сосын осылай істеймін деп ескертерсің. Иә, оларға тура солай дедім. Барлығын ескерткенмін. Онда іске сәт. Бұл ерте келді. Жігіттер де уәдеде тұрып, таблетка уазды бұрынғы орындарына ерте қаңтарды. Абай Қарауылтөбе бағытынан осында таңғы 7-дегі автобуспен келген болар. 10-15 минуттан соң әйелдер де орналаса бастады. Әуелі бұған сенімсіздікпен қараса, сәлден соң мұрты қиылған әдеміше жігіттің әңгімешілдігі ұнаған әйелдер бұрыннан таныс жандай іш тарта бастады. Осы кезде жасы 40-қа таяған әдеміше әйел келіп қосылды бұларға. Мұқанның байқауынша осы қалада тұратын, бірақ жақын ауылдардан келген сүт, айран, қатықты сататын тәрізді. Мінезі ашық, адуындау келген ақсары әйел, орыс мектебін бітірген болуы керек. Привет деп сәлемдесті де орысша қазақшаны араластыра әңгімеге кірісті. Ақ кепканың күн қағарын баса киген әйел ол отырар-отырмастан сөзге тартты. Света, әу Света, біраз кәністер келді ғой, дұрыс өлшеп алдың ба? Әйтпесе ана Аманның қатыны нағыз жұмыртқадан жүңқыр қатынның өзі ғой. Су қосып жібермеп пе? Оны да байқау керек. Окей, қылдым тәте. Тот рас өзің білесің ғой. Үйіне барып вайна жасап қайттым ғой. Ыдыстарын бетіне лақтырып, арыз жазып, соттатып жіберемін дедім. Пәленбай адам сенің сүтіңнен отравление болып, инфекционныйда жатыр деп естідім. Сорлы еңіреп жылап жіберді. Отырғандар ду күлді. Бәрі де сауап болған. Халықты олай алдауға болмайды десіп жатты. Әлі көшеде адам аз. Сатып алушылар 9-дан өте келеді. Оған дейін біраз мәлімет ала алсам жақсы болар еді деп ойлады Мұқан. Оның осы ойын күткендей Света әңгіме бағытын бұған бұрды. Ей, красавчик, откуда? Бұрын бұл жақта горизонтта жоқ едің ғой. Нең бар? Жайыңа отыра алмайсың ба? Болат балықшының інісі екен. Красавчик женатыйсың ба? Әлде? Ой, сендей жігіттер бос болатын беді? Төу, Светай, сенің еркек көрсең бітті, буының босап қоя береді-ау. Ну что, әйелміз, көріксіз емеспіз, любовь деген болады, татешка. Ой, сөзің құрсын сенің,
Қырыққа келгенде неғылған адасып жүрген любовь. Настоящая любовь қырықта келеді екен, тәте. Ту, мынадай қайт жоқ екен ғой. Әй, сол любовь дегенің талайдың басын жұтып жатқан жоқ па? Тәте, саспа, вся жизнь впереди. Алла Пугачева дегенің 70-інде де любовь болып жатыр. Осы кезде Мұқан әңгімені қажетті арнаға бұру керектігін түсінді. Апам дұрыс айтады, сол махаббат деген Баян сұлудың да, Қыз Жібектің де қасіретіне айналып, қозы мен төлеген өлген жоқ па? Қазақстанның өзінде қазір қаншама адам атысып-шабысып, бірін-бірі өлтіріп жатыр, атып тастап жатыр. Менің бір досым айтқандай, махаббат опасно для жизни болып тұр ғой. Света бойын тіктеп, бір-екі қимыл жасады да аналарға бұрылды. О, абай, қарауыл төбе, атыс демекші, анадағы атыстарың не болды? Кімді кім атты? Әлде өзін-өзі атты ма? Түсінбей қалдық қой. Тіпті непонятка. Сәл үнсіздік орнады. Әйелдер төңіректе бір шолып алды да, жақын тұста адам қарасы көрінбегесін, сөз шүйкесін соза түсті. Әңгіме тізгінін қолына алған кексе әйел сөзді әріден бастады. Не шықса да, ана Ғабит сұмырайдан шығады. Қанын ішіне тартып, сұп-сұр болады да жүреді. Ал марқұм Жетес дегендер тұқыммен тәуір адамдар ғой. Әкесі Сәмет Тұяқов ағай өмір бойы мектепте мұғалім, директор болды. Қыздары қандай сызған қағаздай. Бір өнегелі семья еді. Мына бір қатын, әлгі марқұмның қатынын айтамын, сол келді де осы үйдің берекетін алды. Сен не айтып отырсың, а? Ал ол біздің Алыстау болса да нағашы сіңіліміз. Оның кімнен несі, қай жері кем, қайта байы аузынан суы ағып жүрген түсірімсіз емес пе? Сосын жан-жағына қарайды да, бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді демей ме бұрынғылар? Ол мақал қатыныңның құлы бол деген сөз емес. Сол сіңілің мектепте жүргенде елге белгілі болды емес пе? Беті жылтырап, кеудесін керіп, көрінген еркекке көзін сүзіп, алдын басса арты, артын басса алды, ашық жүрген әуейі еді ғой. Қайта мына қасқа тап бола кетіп, біраз абыройын жапты. Әй қатындар, хватит, тоқтаңдар, непонятка болып кетті ғой, давай по порядку. Не порядкасын сұрайсың, Света? Әлгі өлген жігіттің қатыны бет біткеннің ажарлысы болғаны құрсын, жас күннен бұрандасы босап кеткен. Тоқта, не бұранда ол? Босап кеткен нес? Ойбай-ай, сен қатын да құрттың-ау, тым жақсы әңгімені бұзып, не қазақ емессің, не орыс емессің. Татешка, давай не оскорбляй, почему қазақ емессің? Қазақпын. Енді құрышы әрі, жүргіште не дейтін еді? Мынаған түсіндірсеңдерші. Келесі әйел өзінше түсіндіріп жатыр. Гуляши деген ғой. Бәле сол қатыннан басталып тұр. Жетес марқұмның көзін ала бере, ана сұмырай Ғабитті айтам. Әлгі сұқсырға бара қалмайма. Сүйіс-пүйіс істі енді бастайын деп жатқанда, Жетес үстерінен түскен көрінеді. Тұйықтығы болмаса, нағыз қара күштің иесі ғой ол. Қатынды да, ананы да өлтіре сабайды. Айқайшуды әкесі естіп, арашалап алады. Әйтпесе екеуін де капут қыла жаздаған ғой. Содан кейін 2 ай өткесін, ана сұмпайы бар, тағы да Ерлан Қабылан дегендер бар, Жетесті ертіп киікке шығыпты. Содан сорлы бала өлі келді ғой. Онда да мал қарап жүрген балалар көріп хабар беріпті. Әй, сен қатын көзің көрді ме? Ол қоян атып жүріп, байқаусызда өзі жазым болған жоқ па? Бүкіл ел, милиция солай деген жоқ па? Милицияң не бітірсін? Мына Ғабиттің ол жақта құдасы бар екен, бір шишка дейді. Сол көмектесіп жауыпты ғой. Оны қайдан білдің? Ал білдім. Сонда бәрін саған айтуым керек пе? Сондай-ақ сен кімсің? Сотсың ба, прокурорсың ба? Одан да нағашы сіңіліңнің жайын ойламайсың ба? Сатып алушылар келе бастады. Әңгіме бағыты басқа жаққа бұрылды. Келіскендей түс кезінде Болаттар да жетті. Бұл оларға сатылған балық пен түскен ақшаның есебін беріп, жөніне кетті. Тергеуші бастық жіберген арнайы жабық машинада келе жатып та, көлік үстінде киімдерін ауыстыру кезінде де ой үстінде еді. Ол
жаңа бір ізге түскенін сезді. Манағы әйелдің айтқаны шын болса, ойпыр-ай, не деген сұмдық, адам баласы жауыз болып бара ма, ойланбайтын болғаны ма, кек алу ғой шамасы, ойпыр-ай, жауыз-ай. Қарауыл төбемен Абайды күріш сатып алушы болып 2 күн аралаған, ешқандай нәтиже бермеді. Мұқан барлығын бастыққа баяндады. Бастық ой үстінде, бір мезет ойына бірдеме түскендей, бұған қарай айналмалы креслосымен еңсере бұрылды. Капитан жүнжіме, менің бір танысым Тараздан осында сатылатын қара күріш іздеп келіпті. Өзі ақтап аламын дейді, және бір вагондай алмақ. Сен соны ертіп апар, күріш сататындармен кездестір. Сөйтіп, ол жақты тағы бір байқап көр. Кім біліпті, сәтін салайын десе, сөйт, ол жақтан келгесін маған жолығарсың. Ол орнынан тұра бергенде есік ашылып, бастықтың тергеу жөніндегі орынбасары майор Қапаев енді есіктен кіре сөйлеп келеді. Кешіріңіз, бастық мырза, мына бір қағазға срочно сіздің подписіңіз керек болғаны. Ол бір парақ қағазды бастыққа ұсынды да бұған қарап, ау Мұқан мырза, сен звезда болып кеттің ғой, тіпті көрмейміз жұмыста, қайда жүргеніңді ешкім білмейді, бұл қалай? Бұл аузын ашамын дегенше бастық жауап берді. Капитан өткендегі іспен жүр, мазаламаңдар. Сол самоубийство деген дұрыс сияқты, ешқандай із жоқ. Жаппар, сен де бұған көмектес. Қазір қысқарта салсақ, ертең полиция іздеген жоқ деп шығады жұрт. Сондықтан уақыт созып отырмыз. Сондай-ақ сабылып іздеген болып да көрінуіміз керек. Әйтпесе болмайды. Түсіндің бе мені? Дәл солай, полковник мырза. Әрине ол самоубийство ғой. Мен мына капитан босқа жүр ғой десем, үлкен саясат бар екен ғой. Түсіндім. Дұрыс. Әй, капитан, жарайсың. Тымпайып түк сездірмейсің ғой. Маладец. Тісіңнен шықпасын. Бұл менің тапсырмамен жұмыс жасауда. Істің түпкі бағыты белгілі ғой. Соған барлық жағынан балталаса да бұзылмайтындай ғып подгон жасауымыз керек. Жүрген тұрған жерінің бәрін хаттамаға түсіріп дегендей. Ұқтым, бастық мырза. Ал капитан, көмегім керек болса, мен дайын. Тіпті сездірмейді де. Жұрттың бәрі штирлиц болып кеткен бе? Немене өзі? Майордың түрі манағы келгендегідей түнеріңкі емес, жайнап кеткен. Манағы тығыз қағаз дегенін де ұмытып кеткендей. Ол шығып кетті. Бастық байқадың ба дегендей иек қақты. Бұл байқағанын сездіріп басын изеді. Бастықтың танысы жеңіл көлікке отырар-отырмастан, бұдан полиция қызметкерсің бе? Деп сұрады. Бұл жеке кәсіппен айналысатынын айтты. Анау үнсіз қалды да жүргізушіден сен ше деп сұрады. Ол да басқа салада, Қазгермұнайда жұмыс істейтінін, жақында вахтадан келгесін, қолы бос болғандықтан бір танысының өтінішімен келе жатқанын айтты. Анау басын шайқап мырс ете қалды. Мұның сұраулы кейпін аңғарған болу керек. Анау сампылдай жөнелді. Мына Нұрланды айтамын ау, бала күннен бірге өстік, сол кезден осы мінезі. Мұқан қонақты күріш сатамын деушілердің бірі Айдарханның үйіне апарды. Себебі оның үйі бұл күдіктеніп жүрген Ғабит Әбдіхановпен көршеді. Сатып алушы мен сатушы біраз саудаласты. Ақыры бір мәмілеге келді. Дастарқан жайылды. Қазанға ет салынғаны қабарланды. Мұқан шылым шегуді сылтаурата сыртқа шығып, үйдің көше бетіндегі скамейкаға тізе бүкті. Анадай жерде көп болса бұдан 50-60 метрдей тұста бір топ бала төбелескен екеуді қоршап тұр екен. Мұның айқайын елең қылған бірі жоқ. Шамасы бұл ауылдыкі емесін біліп тұрау. Ауылдың қабары деген осы өзіңнен бұрын жетеді. Бір кезде жеңіліп, таяқ жегені, жылаған күйі топтан бөлініп шығып, бұған беттеді. Жылап та келеді, боқтап та келеді. Тапқаны шешеңнің көрсетемін әлі саған. Көкемнің гаражға тыққан мылтығын әкеліп атып тастайын ба осы әкеңнің аузын? Ойбай, мұрнымды қанаттау көрсетемін саған. 10-12-лердегі бала жылаған күйі мұның тұсынан өтіп көрші үйге кірді.
Бұл Әбдіхановтың баласы болды ғой, гаражға мылтық тыққан ба сонда? Бұл қайта оралса, дастарқан басындағылардың барлығы қуырдаққа кірісіпті. Үстел үстіне ішіндегі запыранды сусыны мөлдірей бір бөтелке арақ келіпті. Екі саудаласушы бір реттен тартып жіберген сыңайлы. Оу жігітім, далаға шығып ең, жоқ болып кеттің ғой. Мына қуырдақ керемет екен, ал мына орыстың дүниесіне қалай едің? Шопыр бала за рулем, оған болмайды, сен қосыласың ба? Аға рахмет, ем алып жүредім. Қазіргі жастар осы ішпейді, намаз оқиды, заман солай боп тұр. Ладно, онда қуырдақтан алыңқыра, тәтті екен. Айеке, бұл ненің етінен жасалған? Киіктің еті ғой, алыңдар, жеңсік аз, көршіміз охотник, бір шыққанда бартовой уазды толтырып әкеледі. Бізге арзан береді, ал қалаға қымбатқа өткізеді екен. Сонда киікті қайдан аулайды екен? Бұл үйлеусіздеу түрде ғана сұрақ қойды. Қайдағы нес? Айдархан таңғала қарады. Айтақырдан да мына Құмкөл жақтағы. 2 сағаттан соң бұлар қалаға қайтты. Шаруасы біткеніне қонақ та мәз, біраз нәрсені біле алғанына Мұқан да мәз. Апырай деп қояды іштей тергеуші. Тура бастықтың айтқандай болғанын қарашы, сәті түсті деген осы емес пе? Бұлар келгенде тал түседі. Басқармадағылардың көбісі түскі асқа кетіпті. Бастық да сыртқа шығып келеді екен. Бұлардың көлігіне отырды. Көлік бастықтың үй жанына келгенде ол жүргізушіге: «Інішек, 5-10 минут күте тұрарсың. Қазір мына ағаң қайта шығады. Соны баратын жеріне жеткізіп саларсың», деді де бұларға: «Ал үйге кірелік», деді. Ауладан кіре бере бастық қонағына: «Хама, шаруаң біткен сияқты ғой, көзің күлімдеп тұр», дегені сол еді. Анау шап ете қалды. Бұдан еш нәрсе жасыра алмайсың ғой енді, ішіңдегіні біліп қояды. Чекиспісің деген? Иә Нұреке, шаруа бітті, тамаша. Мына жігіттің де жарады, тура керек жерге дөп түсті. Енді тәжірибесі бар кәсіпкер емес пе, Хама? Сен үйге кір, әбет дайын. Менің мына жігітпен 2 ауыз сөзім бар еді. Қонақ ырғала үйге кірісімен ол іс жайын сұрай бастады. Бұл білгенін, естігенін айтты. Жақсы, онда сен қазір тездетіп, жұмыстан осы іске қатысты барлық материалды ал да түскі асыңды іш. Ешкімнің сезбегені дұрыс, әсіресе анау. Сосын мына адреске келесің. Ол пәтер жөнінде жан баласы білуге тиіс емес. ДВД-ның жасырын пәтері, жан-жағыңды тексеріп барып кіресің. Тура сағат 2:30-да қоңырауды 2 рет ұзақ, 1 рет қысқа басасың. ДВД бастығы, оның тергеу жөніндегі орынбасары және мен боламын. Іс туралы баяндайсың. Түсінікті ме? Дәл солай. Мұқан пәтерге кіре берек мұның арнайы жабдықталған үй екенін ұқты. Ішкі істер саласында 10 жылдан аса қызмет атқарса да, мұндай пәтер барын білмегеніне таң қала тұрып, ол кең бөлмеге сканер, компьютер және тағы басқа жабдықтар қойылғанын көрді. Бастығы асықтыра бастады. «Капитан, тездет, барлық құжаттарды экранға шығар. Құп болады». Мұқан баяндай бастады. Оның даусын анда-санда құжаттарды ауыстырған кездегі сканер дыбысы ғана бөлуде. Күдік алуыма алғашқы себеп мүрденің жату қалпы. Бұл тұста бірден 2 кереғарлық бар. Біріншісі, адам өзін-өзі атқан жағдайда оқиға болған жерде біраз қан жойылтары анық. Оқиға орнын қарау хаттамасында ондай төгілген не ұйыған қан жоқ. Тек аз ғана қан жұққан пішен көрсетілген. Бұл оқиғаның басқа жерде болғанын, яғни оның басқа жерде өлгенін көрсетеді. Бұдан шығатын қорытынды, өлген адамды біреуне біреулер жиналған шөп жанына басқа жақтан әкеліп жатқызған. Бұл біздің оқиға. Өзіне өзі қол жұмсау емес, керісінше кісі өлтіру болған деп топшылауымызға негіз болады. Енді осыны дәлелдермен толықтыралық. Біріншіден, жоғарыда айтылған жағдай кісі өлімінің басқа жерде болғанын көрсетеді. Екіншіден, оқиға басқа жерде болса,
өлген адамның жиналған шөпке келіп, өзі жата кетпесі белгілі, яғни біреулер әкеп тастады. Бұдан кісі өлтіру жағдайы болғанын көреміз.